Сәлем достар, сіздермен біз Нұректер. Нұректердің операторы мен мамасы. Бүгін Нұректер бабылды ішеміз деп қоймағаннан кейін қаскелеңге алып келдім. Күн деген өте ыстық, адам деген ығы-жығы. Мен өзім бір рет осы қаскелеңге келгенде бабылды ішіп едім, дәмі ұнаған. Потом оны Нұректерге айтып қалып едім. Сол айтқанымнан бәлеге қалдым. Сол бабылдыге барғанша менің құлақ етімді жеп қойды ғой. Сонымен қой, бұларды апармасам бәрібір қоймайды деп ойладым. Екеуін мұнтаздай қып киіндіріп алдым да, сонау Исаевтан қаскелеңге бабылды үшін келдік. Негізі бұл қаскелеңде де базар бар. Бұл базардағы выборлар осы барахолканың выборымен бірдей-ақ арзан-арзан заттарда бар. Бабылдыге кірмес бұрын бірінші мына Каспий банктен ақша шешіп алайық деп Каспий банкке кірдік. Бабылды осы Каспий банкке қарама-қарсы орналасқан. Енді бабылды деп қоям, бұның ішінде пицца бар, неше түрлі тамақтар бар, моти бар. Менің балаларым сол моти мен бабылды, содан кейін пицца жейміз деп заказ берді. Сонымен үшеуміз бір-бір бабылдыге заказ бердік. Содан кейін мотиге де заказ бердік. Нұрасыл клубника түрін жеді, Нұрислам мандаринге берді. Ал бабылдыдың болса Нұрислам киви түріне берді, Нұрасыл шоколадный түріне берді. Сонымен достар, Нұректердің бабылдыда бірінші рет ішкені, бабылды өте ұнады деп екеуі лайктарын басты. Моти да ұнады, бірақ бұның бәрін жеген жоқ, қалған салып алдық, үйге келгенде жеді. Міне достар, бүгін Нұректердің осылай бабылдыге барғанын видеоға түсірдім. Келесіде тағы да видеолар болады. Сол үшін Нұректердің каналын қолдап, лайктарыңызды басып, тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Осы кезінде себіп шығарып беремін дедіңіз ғой маған.